Құрметті көрермен, бүгінгі кеш хабарының жүргізушілері Алмас Сағынұлы және де Еркебұлан Бердалиев. Қош келдіңдер жігіттер. Кәдімгідей не екен да, біз деген біздің бағдарламамызда отырамыз ғой енді жүргізгенде, бізде сіздер сияқты подвод айтып отқан кезде диванда кәдімгідей психологический напряжение екен мындай. Біз андай нәрсе айтпаймыз ғой. Сендер не айтасыңдар сонда? Жоқ, біз көрдік. Бүгінгі кеште қонақта кетті ғой. Тамаша. Енді айтыңыздаршы, тек қана мына бағдарлама үшін қалайсыздар? Былай жасайық. Біз бүгін сұхбатта болайықшы. Жоқ, оны да жігіттер бүгін қонақта болсын. Әрине. Бізді сосын шақырасыздар ма? Шақырамыз. Жоқ, бізде 5 жүргізуші, ойланыңыздар, кімді шақырасыздар? Бесе ма? Все, 5 бағдарлама жауып тұр. Біртінде 5 бағдарлама жауып тұр. Продюсер. Жүреді ғой, тамаша. Бізге де жақсы негізі, біртіндеп шақырсаңдар жақсы. Өйткені мысалы біз Айғаным екеуміз жақсы жұппыз. Жұп болғанда өмірлік емес студияда, бағдарламада. Сөйтіп те айта аласыз да қорықпай. Мысалы мен Алмас екеуміз жақсы жұппыз десем, кішкене уже бір түрлі айыпқа бұйырмаңыз болады. Бірақ біз жақсы жұппыз де. Мен қай камерадан? Мен бұл студияға әйеліммен келіп отырмын. Если что деген болды, тамаша, жақсы. Жақсы жұптың атын жауып отқан. Жаппасаң болмайды. Әдемі жауып кеттің. Тамаша, жарайды. Атын жауып жүру керек.